Махаббат қызық хикая. 14-ші бөлім. Мына қызға қараш, әлгі пилин бет кім еді, соған ұқсайды екен. Соның тәрбиелі түрі. Апа, Ау жаным, саған бірдеңе айтуым керек. айта бер. Бірақ сен ашуланба. Яғни қан қысымың көтеріліп кетпесін. Не болды тағы? Айтшы қызым. Алдымен сөз бер. Ашуға беріліп, айғайға басу жоқ. Жақсы ма? Ей қыз, жүрегімді ауыртпай айтшы енді, не болып қалды тағы, айтшы. Әлгі Синаның оқуын тастап Америкаға кетуіне себеп болған қыз бар еді ғой. Сол қыз Пелин екен. Кезінде Синан Пелинге ғашық болған екен. Апа. 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 Жаным анашым, қамқор әкешім. Қайтейін? Үміттеріңді ақтай алмадым. Бұл азапқа төзу қиын екен. Сендердің махаббаттарыңды, жастық арманымды дауа болмады. Апа? Апа! Не болды? Жаным қиналып кетті анашым. Кешір мені. Пышағын алып қойсақ бекен. Не болды екен, Таңертең ғана жадырап жүреді. Сенан, бұлай көңіліңе алатыныңды білсем, ол жерге апармас ем. Білесің ғой,
Бәрін сені ойлағандықтан істеп жүрмін. Жайда, жұмыс істеп жатырмын. Мені алаңдатып тұрсың. Жарайды, кешір. Мелиха тәте, қош келдіңіз. Қош келгенге ұқсап тұрмын ба? Синан қайда? Ас үйде. Бірдеңе болды ма? Бәрің сыртқа шығыңдар. Бізді оңаша қалдырыңдар. Шығар бәрін. Не болды, апа? Төсек тартып жатып қалдың. Неше күн сөйлемей, зәремізді ұшырдың. Сені жынданып кеткен екен деп ойладық. Сен ойлап өзіміз де жындана жаздадық. Бір шөп желкеге ғашық болдың да Америкаға қаштың. Артыңда кәрі әке шешең қалды. Әкең сол күйікпен өмірден өтті. Енді маған шыныңды айт. Егер қазір шындықты айтпасаң, ант етейін мына пышақпен өзімді өлтірем. Апа, не деп тұрсың сен? Ол қыз кім? Пелин ғой, я? Айт! Иә, Пелин. Тоқтатпаймыз ба? Керек жоқ. Осыған дейін. Ұлым не істесе де өзі білет деп келдім. Бір қарсы шықпай, айтқаныңа көндім. Бұдан бұлай мен айтам. Сен тыңдайсың. Әкең қажет болғанда көшеге шығып көфте сатты. Күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмеді. Жиған тергеніміздің бәрін салып, тырысып, тырбанып жүріп, сені дайындық курсына жібердік. Дәрігерліктің оқуына түссін дедік. Содан бір албасты келді де. Бар еңбегімізді еш қылды да кетті. Сені ақыл естен айырды. Бізді сенен айырды. Бір рет жүрегіңді ауыртқан адам тағы ауыртады, ұлым. Қайталамайды дейсің ғой. Бетіңе күліп қарағанға ақылы кірді деп ойлайсың ғой. Қателесесің.
Мейлі мені жек көре бер. Сенің азап шеккеніңді көргенше, мен ақ жаман болайын. Ол қызбен енді кездеспейсің. Егер мені шешем деп құрметтейтінің рас болса, Пелинді енді қайтып көрмейсің. Мен айтарымды айттым. Қалғанын өзің біл, ұлым. Пелин маған ешкім емес, апа. Мен үшін көк тиынның қадірі жоқ. Өзің айтқандай, оған сенуге болмайды. Онда неге оны қасыңа алдың, балам? Неге мына рестораннан жұмыс бердің? Неге жаныңда жүруіне мұрсат бердің? Кек алғым келді. Есе қайтарғым келді, апа. Бәрі бітті. Бітті. Керек десең ансуши. Бұдан бұлай Пелин деген адам жоқ. Осыған сенейін де. Сен, апа, сен. Уайымдама. Пелиннен басқа қыз құрық болса да, тіпті оның жүрегім болса да, оған орын бермеймін. Маған ештеңе айтушы болма. Айтатын сөз де қалмады ғой. Қарағым-ай, арқамнан ауыр жүк түскендей болды. Жүрегім орнына түсті. Ол қыз жаныңды тағы жаралай ма деп зәрем ұшты. Енді қорқпа. Жақсы ма? Жандарым-ау сол, қандай әдемісі. Ой-бой, жараспай Қалыбек. Құдайға шүкір шешілді. Мен өзіме кофе демдеймін. Сіздер ішесіздер ме? Ай, сен берсең ішеміз ғой. Солай ма, Синанжан? Кофе ме? Жоқ, мен ішпеймін, апа. Өздерің іше беріңдер. Мейлі, мейлі жаным. Жүріңіз, Мелиха деде.
Он жүрегім болса да дейді ғой. Керек ет маған. Сенен біреу бірдеңе сұрады ма? Ау, қайда барасың? Көзіңе қарасаңшы. Не деп отырсың, ей? Не керек саған? Дүниенің тұтқасын ұстап тұрғандай боласыңдар, а? Негізі бәрің бірдейсіңдер. Сендерді шешелерің осындай қылған. Жаным балам, күнім балам деп әбден есіртіп жіберген. Түйедей боп әлі шешелерінің етегіне жабысып жүрсіңдер. Әлі күнге дейін солардың аузына қарап отырсыңдар. Жарайды қарындас, кешірім сұрайым, өте беріңіз. Өтпейм. Ұқтың ба, өтпейм. Оңай деп ойлайсың ба? Ол маған жауап береді. Анамды қоспасаң да болатын еді ғой. Ол саған не істеді? Демек, сол қыз Пелин екен ғой, я? Иә. Жылан құсап ішімізге кіріп алғанын көрмеймісің? Мұндай арсызды көрсем көзім шықсын. Мейлі келе берсін, сонда Синанның бетіне қалай қарайды екен? Иә. Иә, әйтеуір Синан көңілімді орнына түсірді. Жоқ, Мелихат әте, сіз өйтіп арқаңызды кеңге салмаңыз. Өйткені Синан бәрін біле тұра жұмысқа алған. Жоқ. Менің ұлым бос сөйлемейді. Тіпті 10 жүрегім болса да, оған орын жоқ деді. Көрейік енді. Енді қалғаны сенің қолыңда. Тыңда қызым. Таңнан кешке дейін біргесіңдер. Сәл пысықтау болсаңшы. Жігіт дегенді көзден таса қылуға болмайды. Дұрыс айтасыз, бірақ мен ондай нәрселерді білмейді екенмін. Әйел қулығы деген табиғатымда жоқ. Енді үйренсеңші. А? Саған не болды? Апам Пелин туралы біліп қойды. Сол туралы... Жоқ, Синан, Мелихат әте келмей тұрып осындай болғансың. Жайдамен бір жерге барып келгесін тілдей бұзылдың. Не болды, досым? Ештеңе болған жоқ. Сенің мінезіңді титтей білетінім рас болса, бірдеңе болған анық. Айтшы енді, досым. Сен жақсысың, мен жаман. Сен мінсізсің, мен байдың ерке тойтай қызымын. Сен ешкімді ренжітпейсің, мен өзімшіл оңбағанмын ғой, я? Неге тепсініп тұрғаныңды білмеймін. Есіңді жи. Саған ашулымын. Сенің дөкірлігіңе, сенің ешқашан басылмайтын өкпеңе. Пелин, айғайлама. Не үшін келгеніңді, және қай айыбыңды жапқалы тұрғаныңды білмеймін, бірақ сен маған ешкім емессің. Оны сен айтпасаң да білем. Тамаша. Ендеше ашуыңды бас. Маған бет алды дауыс көтерме, және бұл жерден кет. Синан, мен сені ренжіткенде жас едім. Жүрегімді жаралағаныңды кейін ғана түсіндім. Ал сенің осы жасқа келіп менен өш алмақ болғаныңды түсіне алар емеспін. Ханшайымымызға тағы не ұнамай қалды екен? Жарайды, үйде шаруа күтіп тұр, мен жылжып. Жақсы. Аман болайын алайын. Тап-таза, мамықтай жұмсақ жүрегіңді кім ауыртты екен тағы? Болды, Пелин. Енді аямайым. Доғар. Сен ауырттың. Тек айнаға қарай бермей, ішіңе үңіліп көрсен. Маған деген ашуың сені нағыз жек сырыңға айналдырыпты. Жаман болма. Жек сырың болма сені.
істеп тұрсың, жібер мені. Плавкиіңді кисеңші. Бұлай шалбармен жемпірмен шомылған жарамайды айтып қояйын. Әрі қазір жаз емес. Сен кімсің? Қайдан келдің? Тиіспеш маған. Кеш қалдың бала, тиісіп қойдым. Сен мына жерден секіріп өлмек болғаныңа қарағанда жүзе білмейсің ғой, дұрыс па? Иә, бірақ сенің шаруаң болмасын. Маған кедергі бола алмайсың. Қазір секірсең, мен соңыңнан секірем. Сені құтқаруға тырсам, өзің денелі әрі жүзе алмайтын болғасын жанталасасың да сөйтіп екеуміз де өлеміз. Жоға, қыз бен жігіт болсақ бір сәрі ғой. Ғашықтар құшақтасып суға кетіп өліпті деген әсерлі әңгіме қалады. Ондайымыз да жоқ. Және мен әзір өлгім келмейді. Әлі орындалмаған қаншама армандарым бар. Мысалы, Вьетнамға барған жоқпын. Гондурас ең үлкен арманым. Саған бір түрлі көрінетін шығар. Мен тіпті Транссібір экспрессмен ғаламат сапарға да шыққым келеді. Одан басқа елдердің бәрінде болды ма? Әне, қызығушылығың бар екен. Демек, сені мына өмірге байлап тұрған арқау әлі үзілмеген. Қаласаң ыңғайлы жерге барып әңгімемізді жалғастыруға болады. Жоқ. Мені тоқтата алмайсың. Жарайды. Атым қырсық дейсің ғой. Қуаныштымын, мен рүзгармын. Өлуіңе жол бермем, ұқтың ба? Керек болса, сенен өткен қырсықпын. Саған қалай секіру керектігін өзім үйретем. Не істеп тұрсың, жындысың ба? Тайчи ұстаз былай депті. Адам мен адамның соғысы арада сөз қалмағанда басталады. Сенің бұл өмірге айтар талай сөзің бар. Сол сөзіңмен өзіңе дем беремін, көресің. Қолыңды сындырам мен сені. Апа, тоқта! Тиме оған. Ол қазір ашулы. Ұрынарға қара таппай жүр. Жолама оған. Сен айнал соқтап не істеп жүр өзі? Неге мұнда келе береді? Неге саған қол көтермекші болды? Өйткен айтатын сөз қалмады. Бекер соқтығып одан бетер жынын құрыстырмайық. Жыны құрыспақты гүлі қағынып кетсін. Мен айтарымды айттым. Ол қызды қасыңнан көрмейтін болайын. Егер тағы бір рет осында кіргізетін болсаң, мені өз қолыңмен оды неге аттандырдым деп ойла. Қойыңызшы, тәте, олай демеңізші. Апа, бұл әңгіме бітті дедім ғой саған. Тағы да айтам. Бітті. Саған неге пысық бол дегенімді енді түсінген шығарсың. Әлгі қыздың шабына от салғандай болдық. Өзің де көрдің ғой. Балам кет десе де бұл қыз қыр соңынан қалар емес, қуып шықса да. Мұнда келіп алып, балама қол көтермекші болды. Қызым маған бала кезінде де ренжімеп еді. Агенттіктер бір түрлі саяхат ұйымдастыратын бопты. Миланға барсаңыз болады ғой, жеңеше. Көрсетілім болады екен. Милан ба? Дұрыс айтасың, Зүбәйір. Бармағанымызға да біраз болды, әрі Пилин де жақсы көреді. Не, сен қызыңды апармақшысың ба? Әрине, Ырза, әрине. Мына жағдайда қыдыруды ойламайтын шығармын. Саған ақыл кірмейтін шығар. Бала кезінен осылай еркелетіп жібердің. Ренжісе көйлек, жыласа қуыршақ. Сен басқалай жұбатуды білесің басы? Оны мен ғана еркелетіппін, Берза. Сен 5 жасар қызға ат әпердің. Пони деңіз. Жарайды, қателеспін, енді қайталанбайды. Ырзажан, Пилин менімен сөйлеспейді. Телефонға жауап бермейді. Не істерімді білмеймін, мен қызымды көрмесем ауырып қалам, бір амалын ойластыршы. Өтінем сенен. Мен ертең жұмыс бабымен Аданаға жүрем. Ақыр барғасын анамды алып келмекшімін. Ай, оның не қажеті бар? Яғни айтайын дегенім, онсыз да дертіміз бастан асады дегенім. Не деп көкіп отырсың сен өзі? Жоқ енді, жасы үлкен кісі қойырса, сонау жақтан сүйреп әурелемейік дейм. Оның не сәуре? Жаяу жүрмейді ғой, шақпен келеміз. Қызым әжесін жақсы көреді, ол келсе ашу тарқайды, сол үшін әкелем. Жүр, Зүбәйір. Ай,
не істесең де келмейді ылғал. Тап қазір енеммен алысатын шығар. Жамаңыз, бәрін қатырам. Ой, жетпеген соңды. Ай, қырмағыр не жеп. Мынау апамның халаты ғой. Қайтем енді. Бүкіл затымды жоқ қылыпты. Халатым, сүлгім, тарағым. Кішкентай құсы бар айнам тұрушы еді, оны да құртыпты. Амал жоқ, көзіме көрінген не салды. Сұрасаң өзім беретін ем ғой, мынау не өңкей көбелекпен гүл. Не? Ұнамады ма не? Сен неге киініп алғансың, қайда сықтың? Құдай үшін сәлге малшы не жеп. Тыныштық бермейтін болдың ғой. Сен түсінбейсің ғой. Бұл құпия махаббат жасырын кездесу сияқты болғасын қоздырып жібереді. Өзіме ие бола алмайын қайтейін. Хава! Ой, тоқта, не жеп. Тоқта дейм, сен бар есікті құлыпта, мен теледидарды қосайын әйтпесе көршілер. Апа, мына жоқсыз мұнда не істеп жүр? Қолыңызды алайын. Кет, кет. Жағдай былай болды, анаш. Тоқта. Ананың үстіндегі менің халатым емес пе? Ай! Бәледен Машай қашыпты деген. Ай, жер таққыр, тоқта. Тоқта дедім саған, көршілер ұстаңдар анау бәлені. Мынау Мелиха емес таңдап жүр. Я дәл өзі. Ұстаңдар ана жетпегірді. Рәтшіп әйелінің халатын киіп ап. Қайдағы елдікі? Бұл унисекс. Мұндайды бәрі киет. Ай, мынау не киіп алған жаңа түскен келін құсы. Ұстаңдар мына оңбағанды. Тоқта дедім саған, қолыма түссең оңдырмайым сені. Не істеп тұрсыңдар? Жіберіңдер мені. Енді ұстадық, Мелиха, ұстадық. Апа, ал жиындені бе қайдағы келін бұл не жеп қой, Мелиха тәтенің шықсыз күйеу баласы. Кәрі қойдың жасындай өміріңіз қалды. Тіліңізді Калимаға келтірудің орнына екшін қуып жүрсіз. Кеше түнде үйде болдың ғой, я мойында. Бер қара. Сен мұнда не істеп жүрсің, а? Ештеңе істегем жоқ. Душқа түсіп, заттарымды әкетейін дегем. Жетер. Жіберіңдер күйеуіңді. Таста, қызым, таста. Бұл адам болмайды. Сотқа берсең бірінші отырыста ажырастырып жібер. Қалбашан, сен мені тыңда. Сотта менің киімдерімді киет десең, бірден құтыласың. Біз куәгер боламыз. Естідің бе? Негізі бұл халат Хавваныкі емес, апамдікі. Ажырасқан нес? Әрине ажырасады. Ажыраспағанда не істейді? Бір балтаға сап бола алмадың, сені қайтеді, ажырасады. Иә. Апа, айтқаныңыздың бәрі дұрыс, бірақ... Мақалаға осы масқара болғанымызда жетеді. Елдің өсегіне қалдық. Жүр, түс алды ма? Кімге айтып тұрмын? Алла, атып көрмегенде қарайды ғой тек. Иттің етінен жеп көрем оны. Сәбізді шпинатты ұсақтап, түрлі түсті етіп тұрағанда рахаттанғанын. Езуін қисайтып бұлай күлгенін, бейқам, аңқау мінезін. Кейде жақын, кейде бөтен адамдай көрінетінін. Бірдеңе сұрайыншы, біз қазір соңғы кездегі қаһарманның сен анда айтып тұрмыз ғой, Міне айттым да қойдым, ол жексұрын адам. Адамға у беріп өлтіреді ол, у беріп. Мәз саған ауылда қызықтарыңды екі езуің құлағыңа жеткенше мәз болып айтып едің ғой. Адамды бірден әсірейілге айналдыратындай не болып қалды? Таңертең ғана Бенгесудың мектебіне сонда кеткенше асығып еді. Ақымақ басым-ай, бәрін өзім сияқты көрем ғой. Аңқаумын ғой. Апам дұрыс айтады, адамдарға тез сеніп қалам. Досым, сендер кеше тауық қуып жүріп сүйіскен жоқсыңдар ма? Бір төсекте жаттық дедің. Ал бүгін ол саған қол көтермекші болды. Не істеп жүрсіңдер өзі? Шолжаң, қатты еркелетіп жіберген. Не істеп жүргенін білмейді. Бір күн олай, бір күн бұлай. Бірақ бәріне өзім кінәлімін. Неге? Не болды, айтшы енді? Шешесіне айтқандарын естіп қойдым, қыздар. Басқа не болсын? Біз оның сенен кек алмақшы болғанын білдік қой. Я өзі де саған ашып айтып еді ғой. Бірақ бұл әжетхана тазалатқандай емес. Сендер көзіндегі, түріндегі ызаны, өкпені көрсеңдер не айтқым келген ұғар едіңдер.
Таңертең сондай бақытты боп оянып ем. Ресторанға жүрегім жарылардай боп барғам, жақсы бірдеңе болатындай сезініп ем. Өткен кеткен күнәларынан арылатындай, жеңілдеп қалардай болғам. Өмірімнің жаңа парағын ашам деп үміттеніп ем. Қыздар, мені жігітім той күні тастап кеткен. Сонда да жүрегім бұлай ауырмаған. Ай, сен ғашық боп қалғансың. Дұрыс айтады. Қайдағы ғашықтық? Бас десем құлақ деп отырғаның не? Сенан, ғашық болмасаң толғамен не істегенде шаруаң қанша? Қаласа кешіреді, қаламаса кешірмейді, саған не? Адамда мінез, намыс деген болушы еді. 2 күн бұрын толғаны басқа қызбен көргеніңді неге айтпайсың деп есің шығарып еді. Енді кеп, сол сымыраймен түк болмағандай татуласып жатыр. Мен соған ашулымын. Жарайды, мен қателеспін, ғашық емессің. Ғашық емеспін әрине. Енді не, университеттегі безеубет ұсқынсыз бала өзгерді деп. Өзгергенде қалай еді? Қалай айтады өзі? Яғни келіскен, сымбатты жігіт болды екен деп бірден ғашық боп қалам ба? Келіскен деді ме? Иә, келіскен сымбатты деді. Мен бе ғашық болатын? Ха! Күлкімді келтірмеңдерші. Мақұл, ғашық болмағаныңа екеуміз де сендік. Отыр орныңа. Отыр. Осыдан мектепте көргенімді башаққа айтатын болсаң, Неге айтады екен? қайдан білейін, өткен жолда бәрін сен жеткізген жоқсың ба? Досым, жарайды, айтпа десең айтпаймыз. Не болды сонша? Әрине айтпаңдар. Шешесімен сөйлескен естігенімді білмесін. Айбетпе Пелен тым әсірелеп жібердің. Білсе біле берсін. Білмесін, Өзінше боп кетеді. даңдайсып кетеді. Естігенімді білмесін. Мені ойлап жүр екен деп қалады. Оған керегі де сол. Мені ренжіту. Ренжіткім келмейді досым. Айтсам, сөйлеспей қоям. Ұқтың ба? Жарайды. Жарайды. Таңертең Бенгисудың мектебі. Түсте сен. Көңіл күйім жоқ деген соң, 2 пациентімді ертеңге қалдырып жетіп келдім. Айналайын. Сенен гөрі аяғы ауыр әйелдің көңілін табу әлде қайда жеңіл. Қанша сағат өтті? Біз әлі ғашықтар ұқсап жағалауда жүрміз. Хакан, қойшы сен. Өтірік те болса, балалар үшін мені кешірді ғой, басқа ештеңе керек емес. Иә, қалағаның сол емес пе, досым? Риза болмайсың ба? Жарайды енді. Сәл уақыт өткен соң ұмытар. Бәлкім дос боп қаларсыңдар. Керек болса бір-біріңді сүйіктілеріңмен таныстырарсыңдар, араласарсыңдар. Ой, бұрмай, не айтып тұрсың сен? Қайдағы сүйікті? Енді не істемекшісің, Толға? Не ойың бар? Әлде бірден тақуа болып кеттің бе? Досым, қызбен айырылыспай тұрып, не бүлдіргеніңді білмейді дейсің бе? Құдай менің жазамды берсін. Басқа айтар сөзім жоқ, Хакан. Не болды? Құдай жазамды берсін дедің бе? Саған не болды, досым? Ғашық болып қалғаннан саумысың? Жоқ, ондай емес шығар. Құлпынайлы ғой, иә? Иә, ханым. Рахмет. Рахмет. Кофеміз. Аз болсын. Әйтеуір, уақытында кездестік. Бұл жолы кездестік. Солай сияқты. Я, Пелен қалай? Білмеймін. Оны сенің досыңнан сұрау керек. Неге күлесің? Негізі қыздар, қызық жаратылысыңдар. Шынымен таң қалам. Кінәлі болсаңдар да әйтеуір өздеріңді ақтап шығасыңдар. Тоба, құрбыма сөз бердім деп үндемей отырмын, бірақ сенің досыңның да құдай сүйер қылығы жоқ. Мен жандарында болдым, өз көзіммен көрдім. Қараптан қарап сенанға айтпаған сөзі қалмады. Ол аздай шапалақ жегізбекші болды. Өйткені менің құрбым жынды ғой. Айып етпе, бірақ бүгінгі қылығынан кейін мен де солай ойлағанымды мойындаймын. Кінәлі бола тұра қайтпа. Қайдағы кінәлі? Не айтып отырсың? Ойлап көрші. Екеуміз жақсы тіл табысамыз, бәрі тамаша болып жатыр. Сосын бір күні ойымда ештеңе жоқ, мәз-мейрам боп ресторанға барам. Ал ол жерде анаң екеуің мені жамандап отырсыңдар. Ол аздай шіренесің ғой. Ол қыз менің ешкімім емес. Он жүрегім болса да оған орын жоқ деп. Шапалақ былай тұрсың, шоқпармен соғар едім. Шоқпармен, ұқтың ба? Пелен соны естіп қойған ба? Мен солай дедім бе? Айтып қойдың. Айттым ба?
Бірақ бір жағынан Синанды да жазғыра алмаймыз. Жарайды, оның бұрыннан қалған өкпесі бар, ол бөлек мәселе, білеміз. Дегенмен, Синаның көргендерін, естігендерін жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан Не айтыспаймын. көріп, не естіпті? Жоқ, айтпаймын, сөз берген. Айтшы. Айтасың? Айтасың? Қане? Айт! Өлсем де айтпаймын, сөз бергем. Менге сөз бергем, айтып қойдым ғой. Мен саған айт дедім бе, өзің айттың ғой. Егер айтпасаң, сөзім сөз сөйлеспей қоям. Мені түсіңде көресің. Біздің арамызда құпия болмау керек. Жарайды, жіберші. Жарайды, айтам. Бірақ арамызда қалсын. Жарайды. Сен де алда мен. Алдаңдар. Мен саған айттым ғой қызым. Ол жетпегірді үйге кіргізбе деп. Ал сен маған не дедің? Мақұл апа, кіргізбейм дедің. Енді қайтейін апа, қуып шығайын ба? Қызым, сен қумай-ақ қой. Мен қуғанда үйге кіргізбесең болды ғой. Жүрекке әмір жүрмейді ғой апа. Жақсы көрем мен оны. Дұрыс айтасың. Жүрекке әмір жүрмейді. Бірақ бұлай да болмайды ғой жарығым. Апа, ол сөз берді. Енді гәрі ондай істерге жоламаймын деді. Ай, қайран аңғал қызым, ай. Осыған дейін қанша рет сөз берді. Мен енді қалай сенем, Айтшы. Көресің әлі. Жұмыс істеп, үйімізге тірек болады. Тірек бола ма? Сол неме тірек болмай-ақ қойсын. Осыған дейін қандай пайдасын көріп ең? Не бір үйі жоқ. Үйі құрысын жарайды. Осында сиясыңдар. Істеп жатқан жұмысы да жоқ қой. Өзің де қаншама рет айттың ғой. Күйеуімнің сақтандыруы болмағасын ауруға да қорқам деп. Өз аузыңмен айтқансың. Мына үйде бізге білдірмей қанша рет түшкіргеніңді мен білмейді дейсің бе? Алтыным менің. Ертең мен өлсем, сен қорғансыз қалып кетесің. Мен соны ойлап күйем ғой қызым. Құдай сақтасын, олай демекші. Демек болмашы нәрсеге қырқысып қалған екен ғой. Дәл солай. Бірін-бірі дұрыс түсінбеген. Менің құрбым жоқ, мен күштімін, ол мені жылата алмайды дегенмен жаны ауырып отырған шығар. Не істеп отыр екен? Теледидар алдында отыр. Ең аянышты сериалдарды тауып алғанымен әрі кетсе 5 минуттан артық көре алмайды. Сосын оның мысығы бар, әйелге қатысты фобиясы бар. Егер сол ойына түссе, көңілі босайды. Сөйтіп, ұйықтағанша жылап жатады. Жағдай расымен қиын екен. Біз қыздар біреуге ренжісек сөйтеміз жаным. Сенің досың қазір қаннен қаперсіз ұйықтап жатқан болар. Кім айтты саған оны? Түкте олай емес. Менің досым өте сезімтал жігіт. Бүгін кешке дейін қалай шыдағанын білмеймін. Жұмыс дегенмен ойының бәрі басқа жақта болды. Бірден үйге барған шығар. Ойы бөліну үшін ас үйге кірген шығар. Артынан жинайтын ешкім болмағасын, ас үйдің астынан кестеңін шығарғаны анық. Меніңше, бұл тез ұмытылатын анау-мынау күйзеліс емес. Сондықтан сорпадан бастап, не бір тәтті десерттердің бәрін дайындаған болар. Сөйтіп ол тәттісінің дәмін де көрмей қонақ бөлмеге кетеді. Теледидарды қосып, бағдарламаларды қарайды. Бірақ ешқайсысын ұнатпайды. Қарай береді. Ақыры теледидарды өшіреді. Алыңыз алма қосылған коктейліңіз. Балмұздақ қосылған ғой, Иә, ханымым, балмұздақпен. Рахмет. Кофеңіз. Рахмет. Бәрібір досың құрбым сияқты қиналып жүрген жоқ. Кім айтты саған? Қиналған адам тек жылау керек пе? Сағынып отырған анық қой. Иә, сағынат білдік. Пелинімнің не істеп жатқанын құдай білсін, жүрегі ауырып жатқан шығар. Жоқ, Башақ. Тыңда, сөз бердім. Иә, жарайды, сөз бердім, бірақ біле тұра. Мейлі, соңында бәрібір естиді ғой. Менің құрбым жылап жатыр дейм, ұқпаймысың? Қайдан білесің? Жылап жатқан жоқ шығар. Жылап жатыр, мен оны білем ғой. Оның үстіне өздері мойындамаса да, араларында бірдеңе бар. Өтірік деші. Әлбетте бірдеңе бар. Әсіресе ауылға барғалы, араларында бірдеңе пайда болғанда 100% сенімдімін. Иә, жан құрбым сондай бақытты болып оралған еді, тура екі көз жайнап тұрды ғой. Пелиннің қуанып жүргенін сонда байқадым. Бұрын соңды дәл бұлай мәз болған көрген емеспін. Шынында бірдеңе бар. Иә, бар. Оның не екенін де білем. Оның аты махаббат.
Жоқ енді, махаббат демейік. Әзірше сенім демеспіз. Бірден кесіп айтпайық, бірақ бар, бірдеңе бар. Ойбай, олар айтпады екен деп біз де көргенімізді айтпаймыз ба? Мен шыдай алмаймын. Болмайды дедің ғой, болмайды. Енді не істейміз? Мүмкін біз үлкен махаббаттың себепшісі болатын шығармыз, қайдан білесің? Ойлап көрші, біз айтпасақ олар бір-бірінен суып алыстап кетеді, тіпті мүлдем кездеспей кетуі мүмкін. Мүмкін біз де айырылсамыз біздің арамызда. Жоқ, тоқта. Біз неге айырылсамыз? Олар білет, бірақ біз айтпаймыз. Кім айтады? Өздері бір-бірін айтады. Сонда біз де сөзімізде тұрған боламыз. Ол қалай болады? Баша, жоспарым бар дегелі отырмын. Неге түсінбейсің? Жарайды, айта бер. Тыңда, екеуін Зүбәйір, не болды? Неге шеше алмадың? Енді Аданаға барасыңдар ма? қайтайын енді жеңеше. Жұмыстардың бәрін бітірдім. Құжаттарды да жіберіп қойдым. Бірақ төрем барып, анамды әкелем деп тұрып алды ғой енді. Ай, басқа бірдің ойлап таппадың ба? Жеңеше, не ойлап табам? Ұшақта бомба бар дейін бе, қайтайын енді. Зүбәйір, суың қайда? Құдықтан тартып жатсың ба немене? Бара жатырмын төрем. Тұра тұр. Төреміз бірақ нәрсе үшін ойын өзгертуі мүмкін. Пелин, немесе сіз ауруыңыз керек жеңеше. Құдай сақтасын, Зүбәйір. Жоға, дұрыс түсінбедіңіз. Өтірік. Ауырған сияқты боласыз. Негізі басында менің де ойыма келген. Сабаққа барғысы келмеген балада ят қой. Жарайды, тезірек суын апаршы. Мен бала сияқты емес, үлкен кісі сияқты ойнаймын. Жасауға болады, неге жасамасқа? Башак, хабарласаңшы, кімді күтіп отырсың? Рөлге кіргелі отырман, тыныш отыршы. Пелинді сендіруім керек, сендіру үшін шынайы болуым керек, тыныш отыр. Жарайды, үндемеймін. Ол кезде 7 жаста едім. Сол кезде алғаш рет ауылға бардық. Ауылға кірерде алдымыздан кішкентай қошақан шыға келді. Ол менің қорықпай құшақтаған алғашқы жануарым еді. Қайда барсам да соңымнан қалмайтын бір-бірімізге қатты бауыр басып қалдық. Қайтарда оны үйге әкетем деп ойлағам. Бірақ дәл қоштасатын күні қозымды сойып тастады. Сойды да етін же деді маған. Пелин, қайдасың? Я жылап отырмын. Не болушы еді? Пелин тағы да бәрін бүлдірді. Фериадамын, тез келші. Такси алда келсеңші, бірге жылаймыз. Бара алсам саған айтпайым ғой, жалыннан келші. Жоқ, сенің сонда шығар бармайым. Оны көргім келмейді. Ол осында болса шақырмайым ғой, өтініш. Пелин, келші, жалғыз отырмын, келші. Жаны менің қазір барам. Ферияның жігіттерін Құдай өзі жазаласын. Ақпады ма? Сенен қорқайын дедім. Неге? Міндетімді мінсіз орындағаным айып па? Бірдеңе сұрайыншы. Жаңағы қозы хикаясы шын ба? Әрине шын. Мені өтірік жылайтын жынды дейсің бе? Шын, әрине. Жарайды, енді менің кезегім. Синанды мен шақырам. Әлде сен шақырасың ба? Сандырақ тамаша. Бірақ сен сияқты керемет ойнай алмайым. Бірден мойындайын. Ойнамай-ақ қой. Сен жігітке хабарласасың. Қара аспанды төндірудің қажеті жоқ. Жігіттер бәріне сенеді. Байқап қой. Сенен қорқу керек екенін айттым ба? Айтқансың. Қане тездет, Пелин келе жатыр, хабарла. Жақсы. Алло, Синан, ресторанға ұры түсіпті, тез жет. не? Қазір. Келеді. Айттым ғой.
ендігі бәрі біз ойлағандай болсын деп тілейік. Болады әрине. Неге болмасын? Екеуі кездесе, одан жаман не болуы мүмкін? Білмеймін ғой, махаббат, ғашықтық деп басымды қатырып қойдым. Сен де айттың, кесіп айтпасаң да сен де бар дедің. Бәрін маған жабушы болма, ұқтың ба? Жақсы, бірге айттық. Екеуміздің де қатысымыз бар бопты. Бірақ бұлар таңертең ғана ұрысып қырыла жаздады. Бұл жерден не күліп ойнап табысып шығады, не бір-бірін бауыздап өлтіреді. Екеуі де әбден... Хабарлас келмей-ақ қойсын. Жоқ, айтып қойдық қой енді. Енді кеш, келе жатыр. Ештеңе істей алмаймыз. Сонда да бесті кел. Көрейік. Сенде қолғабыс қылу деген жоқ па? Білмеймін ғой аға, өзіңіз айтпадыңыз ғой. Отыра бер, бітік балдым. Бұл жерде көп болса 2 күн қонарсың, Нәджіп. Сосын басқа жер тап. Дүкеніңізге күзетші болсам қайтеді, тауарларыңызды күзетейін. Оны ешкім ұрламайды ғой. 2 күнде аузыңды сәл тыйсаң болды, басқа ештеңе керек емес. Айтасыз ау ағасы, жегенім бір алма, сонда көріп қалдыңыз ба? 3 банан 2 алма. Кіріп шыққан сайын құлпынай жеп жүрсің, көріп отырмын. Жей бер, ас болсын. Бірақ байқа, асқазаныңды құртасың. Жарайды, көп жемеймін. Осында қала берсем болмай ма? Енемнің ашуы басылғанша. Жұмыс істе, Нәджіп. Жұмыссызға тамақ та жоқ. Ең көбі 2 күн. Бülent. Ей, не істеп жатсың, Бülent? Bülent, аш есікті. Bülent, қайда? Bülent, қайда кеттің? Bülent деймін. Bülent! Башак? Башак, не істеп жатсың? Башак, не болып жатыр? Башак, қолыма түссем оңдырмай. Башак, аш есікті. Жоқ, аш дедім. Не істеп тұрғаныңды білемісің? Ақымақ болма. Бұл ісіңе әлі жауап бересің. Мұнда кел. Кел дедім, Башак. Мен сен қызды бар ғой, өлтірейін. Біттің. Қолыма түссең, көрсетем саған. Қарада тұр. Башак, аш есікті. Bülent! Allah. Көрсетем саған. Мынау не тағы? Білмейм. Сенен сұрайық. Осының бәрін білді деп ойлап тұрсың ба? Мақсатың менен кек алу емес пе? Сенен бәрі шығады. Негізі осыған дейін ештеңе істеген жоқпын, білесің бе? Бірақ осы сәттен бастап қорқа беруіңе болады. Ой, қорқып кеттім ғой. Не істейсің? Мен арттағы тоңазытқыш қоймаға қамық қоясың ба? Соңғы рет айтам. Менің бұл жағдайға ешқандай қатысым жоқ. Достарымыздың істеген сияқты. Онда аш есікті, шығайық. Таңертең ресторанды Bülent ашатын болған. Бірақ кілтті ас үйде қалдырғам. Бәрін бүге шігесіне дейін жоспарлап қойған. Pelin, Жарайды, сендім. Сенің бұл жағдайға мүлдем қатысың жоқ. Енді мені мына жерден шығар. сенің түсінбегеніңе қарағанда екеуміз екі тілде сөйлеп тұрған сияқтымыз. Кілтім жоқ болса, сені қалай шығарам, Pelin? Ұста шақыр, есікті сындыр, терезені шақ. Жігіт емессің бе? Бірдеңе ойлап тап. Таныс ұстам жоқ. Әрі бұл менің рестораным. Сондықтан ештеңені сындырмайым. Бізді қамаған адамдар ашуға келеді. Саған қиын екен білем, бірақ тыныштал. Сабыр сақта. Жарайды онда. Ұстаны өзім табам.
14 бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7 арна 2024 жыл.